Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін сіздерге домбыра үйренудің құпиясы туралы айтатын болам. Жалпы мына домбыраны үйрену қиын емес. Домбыраны мына сандар арқылы үйреніп кетуге болады. Мысалы, домбыраның мына пернелері бар. Мысалы, мынау бірінші перне, мынау екінші перне, мынау үшінші перне, мынау 4, мынау 5. Осылай 1, 2, 3, 4, 5 деп санап табу арқылы домбыраны сандар арқылы үйреніп кетуге болады. Менде көптеген оқушылар, үлкен оқушылар да бар, кіші оқушылар да осы әдіспен үйреніп кетіп жатыр. Осы 1 жылдан бері. Қараңыздар, міне, ол үшін мысалы 5 пен 7 болса, мысалы үстінен мысалы санайсыздар. 1, 2, ең жоғарғысы мынау 1 болады. 1, 2, 3, 4, 5. Үстінен мысалы 5-ші пернені басамыз. Басқан кезде мына сызық бар ғой, міне, көрдім тұр. Сол сызықтың дәл алдынан басамыз. Астынан 7-ші перне, 5 пен 7. Мысалы, міне, астынан 7-ші перне. Астынан да дәл солай санайсыздар, міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Астында 7, үстінде 5, астында 7. Үсті деген мынау, асты мынау. Сандары бірдей. Үстінде 5 болса, астында да 5, қарама-қарсы. Енді бізге керегі 5 пен 7. 5 пен 7-ні ұстадық, міне. Астынан мына кішкентай саусақпен. Қалған саусақтар қасында тұрады. Мысалы, 5 қағыс қағамыз. Төмен, мына сұқ саусақпен төмен қағыс. Мына 2 шетке түседі, мына саусақ тек қана. Мысалы, 1 қағыс болды, міне 5 пен 7. Келесі тағы 5 пен 7 болса, мысалы, жоғары дейді. Төмен, жоғары, төмен. Мысалы, 5 қағыс жасадық, міне, әуен шықты, 5 қағыс. Міне, 5 қағыс жасадық, әуен шықты. Бұл жақсы адамдарым әнінің басы. Міне, 5 қағыс. 5 пен 7-де ұстап тұрамыз да, 5 қағыс жасаймыз. Одан кейін, әр қарай тағы 5 пен 7-ге 1 қағыс төменге. Одан кейін 5 пен 8. 8-ге жылжимыз. 7-ні жібереміз де, астынан 8-ді басамыз. 5 пен 8 жоғарыға, үстінен 5-ті басып тұрмын. Сосын қайттан 5 пен 7, 5 пен 5, міне, бағанағыдай санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, астынан да 5. Жоғарыға 5 пен 5. Сосын 5 пен 3 төменге. Сонда мынадай әсем әуен шығады. Көрдіңіздер ма? Міне уже сіздер әуен шығардыңыздар. Осыны үйренсеңіздер. Осындай жақсы әуен шығады. Тек санайсыздар ғой, 5 пен 7, бірінші ұстап тұрасыздар. Әр қарай төмен, 5 пен 8, 5 пен 7, 5 пен 5. Сонда бұлай болды. Әр қарай. Міне осындай. Осылай сандар арқылы үйреніп кете аласыздар. Менің осы YouTube каналымда, видеомда осы сандардың, жақсы адамдарым әнінің санмен жазылған, жаңағы қағазға жазылғаны бар, қандай сандар екені. Сол видеодан қарай аласыздар. Міне осылай, міне домбыра үйренудің әдісі осы. Домбыраны міне тез үйреніп кетуге болады осылай. Оңай үйреніп кетуге болады осы әдіспен. Қиындығы жоқ. Көрдіңіздер ма, сіздер осыны үйренсеңіздер, осы әдісті 5 минутта уже домбыраны үйреніп кетесіздер. Осылай жаңағы әндерді жаттайсыздар ғой, мысалы 5 пен 7 сандарын тартасыздар, бірінші қарап, одан кейін тарта жатталады. Сосын жаттап алғаннан кейін уже бір ән дайын болады, бір ән шығады. Сол кезде сіздер уже домбыраны жақсы, домбырада бір ән тартылатын жақсылап үйреніп аласыздар домбыраны сол кезде. Әр қарайда осы сандар арқылы үйреніп кетуге болады. Басқа да әндерді, мысалы, Армандастар әні бар.
сөзімен айтсаңыздар болады. Біз ауылдың түлеп ұшқан жастары едік, біз дәуірдің мөлдіреген аспаны едік. Осындай. Осындай басқа да неше түрлі әндер бар. Осы домбыраның жаңағы құдіреті көптеген әндер тартуға болады, күйлер. Домбыраны үйреніп алыңыздар. Міне мынау жақында алған домбырам, міне жаңа домбыра, көп тартылмаған. Дауысы жақсы. Домбыраның дауысы кетіп қалды. Бастапқы бірінші құлағы кетіп қалып тұр. Ал жақсы сәттілік, домбыраны үйреніп алыңыздар. Басқа да менің видеоларым шығып отырады. Осы YouTube каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Пікір жазыңыздар, лайк басыңыздар, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, басқа видео шыққанда сіздерге уже келіп тұрады, видео шықты деп. Жақсы әндер үйрететін болам. Бізбен бірге болыңыздар. Өз ойларыңызды жаңағы комментарийге жазыңыздар. Қай жер түсініксіз, жалпы ойларыңызды домбыра үйрену жайлы, домбыраға қатысты. Ал енді сау болыңыздар. Көп рахмет.